Озвучка видеоны қалай жасаймыз? Екінші тәсілі CapCut'қа кіреміз, новый видеоны басамыз да, осы жерде өзімізге керек видеолардың барлығын алып шығамыз. Например, осылай қосып ала саласыздар. Разница жоқ. Добавитті басамыз. Яғни сіздер бір күнгі таңертеңнен кешке дейін істеген әрекеттеріңіздің барлығы моменты түсіріп алуға болуыңыз мүмкін. Немесе сториске салған видеоларыңызды қосып алуыңыз мүмкін деген сияқты. Содан кейін осы видеоның үстіне озвучка жаза саласыздар. Осы жерден керек жерлеріңізді қиып аласыздар, например, да? Деген сияқты. Одан кейін звукты басамыз да, мына жерде записать деген бар. Записайтты басасыздар да, осы жерден мына көк кнопканы басып тұрып, уже сөйлей бересіздер. Сіздердің звуктарыңыз осылай жазылады. Одан кейін выключить звукты басатын болсаңыздар, основной видеолар бар ғой сіздердің қосқан. Осы видеолардағы звуктардың барлығы өшіп қалады. Немесе бұны жай шығарып қоям дейтін болсаңыздар да, видеоның үстін басасыздар, громкостьті басасыздар да, звукты 16, 17, 20 деген сияқты кнопканы басып тұрып, егер де сіздерде стандарт немесе про CapCut'тың версиясы болатын болса, регулировать громкостьті басатын болсаңыздар, сіздердің мына барлық видеоңыздың громкості бір уровеньде болады да, яғни 20 деген сияқты да, міне қараңыздар. Нет, теперь все клипы имеют один громкость. Одан кейін, немесе өшіріп тастасаңыздар болады. Одан кейін звук деп басып, фоновая музыка қоюға болады. Фоновая музыканы біз былай жасаймыз. Озвучканың громкостін кнопканы басып тұрып, ал фоновая музыканың звугын 20, 18 солай қоямыз. Кейде 30-ға дейін көтеруіміз мүмкін. 30-дан асып кеткеніңіздер себебі ешкім шумный болып кетеді видеоларыңыз. Осылай міне озвучкаларыңыз жасай бересіздер. Бұл озвучкада не айтуға болады? Бүгіннің алған инсайтыңыз, бүгін жасаған клиентте қандай проблема болды, қандай қызық болды, сіздің жасайтын жұмысыңыздың ерекшелігіне, немесе қандай да бір сұраққа жауап беруіңіз мүмкін. Например, добавить наложение, фото, например, міне, осылай қоясыздар да, озвучканы бүйтіп жасауға болады. Озвучканы удалить етейік. Записать. Алтын саласымен айналысамын, личный бренд арқылы продажамды өсіргім келеді деген хат келген екен. Осы сұраққа мен осы видеода жауап бергім келіп отыр деп ары қарай алып кетсеңіздер болады. Например, мына видеоның үстіне сіздер алтынға байланысты басқа адамдардың видеоларын қоюыңыз мүмкін. Оны сіздер аласыздар да, CapCut'қа кіріп, немесе персонаға кіріп, мен золото деп жазасыздар. Осы жерден видео алуға болады. Немесе Pinterest'ке кіресіздер да, алтын, золото деп жазайық. Осы жерден видео деп қояйықшы қасына. Может, видео шығар. Менде Pinterest всегда осындай фоновый видеолар, осындай видеолар, детальдар алуға күшті көмектеседі. Қарасаңыздар, менің поисгімнің өзі ұят қарауға негізі. Золото, цитата, поссорюсь с мужем, муж не дарит цветы с мужем, беременное видео, воск для депиляции. Бұның барлығы не үшін мен осыларды қарайды дейсіздер ма? Бұлардың барлығы менің осы озвучка видеоларыма арналған кадрлар іздеу үшін жасалған. Кейде мен YouTube'қа кіріп кетем. YouTube'қа кіріп те тоже осылай іздеп қарайсыздарды, скачать етіп аласыз. Телеграмда боттар бар неше түрлі, сол арқылы осылай озвучка видеолар жасасаңыздар болады.